Менде сұрақ. Жолдасым тұрмыстағы қарындасына көмек береді, ашуым келіп қала береді, айғайлағым келеді дейді. Күйеуің жоқ кезде айғайлап ал, далаға шығып. Енді мына бауырға жәрдем берген дұрыс, осы жерін қиып алып салып қойыңыздар. Бауырмашылық деген қазаққа тән, жалпы мұсылманға лайықты дүние. Бауырмашыл болуымыз керек. Бірақ бауырмашыл болу деген сөз, бауырдың артынан жүгіріп, ініңізді қарындасым деп жүгіріп, өзі бой жеткен, өзі ер жеткен, кешіріңіз ауырлау сөз айтайын, өгіздей болған адамның аузына тамақ тығып баға беру емес. Кейбір бауырлар, ағалар, менің інім ол, менің ағамды өзі жемей беріп, әйелінің аузынан жырып, балаларының аузынан жырып берген, ертең рахмет алуға жарамай қаласың. Сондықтан бауырды өйтіп жалқау, мешел, мешкей, жатыпшер қылып тәрбиелеуіңіз бұл ақымақтық болады. Менің кенже бауырым еді деп білгеніңіз деп, ол бәленбай қатын алып, кімдікі дұрыс, осынікі дұрыс, бауырым менің бауырым деп, оны алаяқ қылып тәрбиелемеңіз. Бауырды жақсы көру, бауырмашыл болу деген сөз, оның аузына тыға беру емес. Осыны түсініңіздер. Бірге тумақ бар, бірге жүрмек жоқ. Бауырмен араласу керек. Мен бағана түсіндірдім. Кел, жоғары шық, нан ауыз тие, қалайсың, көңілің тоқ па? Міне болды. Жат, демал, болды. Тұрып алып тұрып, ақша тыққылап, төбесіне көтеріп, балаларынан ұрлап, әйелінен ұрлап, онымен ұрсып, жап аузыңды деп, бұл менің бауырым деп, бауыр машылдық емес бұл. Бұл масыл қып тәрбиелеу. Осын жақсы түсініп алыңыздар. Бауыр машылмыз бәріміз. Дініміз бауыр машыл болуға шақырады. Бөліп беруге шақырады. Қашан өліп, талып, мұқтаж болып атса, сен аузына тыға бересің, жұмыс істемейді, өгіздей болып семіріп, жардай болды. Жатыр үйіңде шықпай. Сол бауыр бола ма сол? Бауырға жақсылық істеген ма, қайта сіз бұзған боласыз. Онсыз да ата-анаңыз оны дұрыс жолға ең болмаса келтіре алмаса, жалқау. Енді сен оны ары қарай бұзба. Ары қарай бұзба. Тұрсын, еңбектенсің. Ана қолына не бер деген, қармақ бер деген әңгіме бар ғой. Сол қармақ бер. Ары қарай өстесін. Ренжісе, егер бермедің деп ренжи берсін. Оныкі орынсыз. Сондай ренжіп жүрген бауырларды жақсылап естіңіздер. Маған ақша бермей қойды, мен де адам болармын, мен де мықты болармын, көреміз сол кезде. Көріп аламыз сол кезде. Сол кезде келесіп қаласың. Болмасаң, күнімді Құдай саған қаратпасын. Дейсіз болды. Осы бауыр болады. Бауырмашылық деген жаңағы миллиондап ақша беріп, қарызға батқан үстіне бат, кейбір ақымақтыққа кетіп, өзі кредит алып, ағасына машина алып беретіндерге таңғаламын. Жақсы көру, мәшітке кредитке бату емес. Сен жақсы, бауырыңды жақсы, өзің қиналып, біреуге өмір сыйлауың емес ол. Осы жері, осыны жақсы түсініңіздер. Бауырды жақсы көру керекпіз. Міне, жақсы көрудің ең төменгісі дұға қылу, ең жоғарғысы барып көңілін сұрау. Дүниемен жағдайын келсе беру, бергенде де оны масыл қылмау. Соған үйретпеу, ала беруге.